Қыз баланы құрметте. Баяғыда бір жігіттің жалғыз аты болыпты. Bir жаққа шыққанда қарындасы оның атын қарауылдайды екен. Бірде қарындасы аттан көз жазып қалыпты. Ағасы ат қайда деп сұрайды. Қарындасы көз жазып қалдым дейді. Сонда ағасы ашуланып, жоғал онда деп қарындасына қол тиеді. Қыз ағасына өкпелеп басы ауған жаққа кетіп қалады. Жолда келе жатып, бүйткен ағам бар болсын, онан да тас бауыр құсқа айналып кеткенім жақсы емес пе дейді. Сонда тілегі қабыл болып, бір заматта құсқа айналып кетеді. Ертеңінде ағасы қарындасын іздеп шықса, бір жалғыз ағаштың түбінен қарындасының киімдерін көреді. Ағаштың бұтағында бір құс қонып отыр екен. Жақын барса әлгі құс көк, көк деп дыбыстайды екен. Қарындасы бұрын ағасын көке деп атайды екен. Құстың көк, көк деп дыбыстағаны көке дегені анық екен. Ағасы қарындасын танып, оны ренжіткеніне қатты өкініпті. Аңыздың айтуынша, ағасы қатты қайғырғаны сонша самай шашы ағарып кетіпті. Ал беймәлім құс содан бастап ел арасында көкек атаныпты. Көкектің өз атын өзі шақырады дейтіні көкесінің атын шақырғанына байланысты деседі.